Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 43-ші сабақ бөлшекті оқу, жазу және салыстыру. Бірінші есепке келетін болсақ, фигуралардың боялған және боялмаған бөліктерін жазу. Біздің шеңберіміз 6 бөлікке бөлінген, соның 2-ден 1 бөлігі боялған, 3-тен 2, 4-тен 3, 5-тен 4, 6-дан 4 бөліктері, бұлар боялған бөліктері. Екінші, боялмаған ақ бөліктері 2-ден 1 бөлігі, 3-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі, 5-тен 1 бөлігі, 6-дан 2-ден 1 бөлігі, бұлар боялмаған бөліктері. Үшінші есебіміз салыстыр, яғни салыстыру деген тақырыпты бұдан алдын сіздер өткенсіздер. Бұл жерде 13-тен 7 және 13-тен 5 деген сан берілген. Яғни біздің бөліктеріміз 13, 1-дей, бөлімдеріміз 7 және 5. Яғни 13-тен 7 бөлігі үлкен. 15-тен 7, 15-тен 13, яғни 15-тен 13-іміз үлкен. 9-дан 7, 9-дан 5, 9-дан 7 санымыз үлкен. 15-тен 11, 15-тен 8, яғни 15-тен 11-іміз үлкен. Төртінші есеп, әжей Бөкебайды бір апта бойы әр күні бірдей ұзындықта тоқиды. Егер бүгін сәрсенбі, бейсенбі, сенбі болса, онда ол қай бөліктерді тоқып үлгерді? Бізде бір аптада 7 күн бар. 7 күннің, яғни сәрсенбі 3-ші күні 7-ден 3 бөлігін тоқыған. Бейсенбі 4-ші күн 7-ден 4 бөлігін тоқыған. Сенбі 6-ші күні 7-ден 6 бөлігін тоқыған. Енді 6-шы және 7-ші есептерде өрнекті баған түрінде жаз, мәнін есепте және теңдеуді шеш. Бұл жерде 1000-нан 479-ды аламыз. Яғни 0-ден 9-ды ала алмаймыз, ол үшін бір ой береміз. 10-нан 9 алсақ 1, 0-дің орнында 9 болады, 9-дан 7-ні алсақ 2, 10-ның орнында 9 саны қалады, 9-дан 4-ті алсақ 5. Екінші, 372-ден 2-ге 569-ды қосамыз. 2-ге 9-ды қоссақ 11, 1-ін жазамыз, бір ойда. 7-ге 6-ны қоссақ 13, ойдағы мен 14, 4-ін жазамыз, бір ойда. 3-ге 5-ті қоссақ 8, ойдағы мен 9. 929-ға 488 аламыз. 9-дан 1-ді алсақ 8, 2-ден 8 ала алмаймыз, сол үшін бір ой береміз. 12-ден 8 алсақ 4, 9-ның орнында 8 қалады, 8-ден 4 алсақ 4. 479-ға 391-ді қосамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 0-ін жазамыз, бір ойда. 7-ге 9-ды 16, ойдағы мен 17, 7-ін жазамыз, бір ойда. 7, ойдағы мен 8. Біздің теңдеуіміз 7-ші есеп. 450 қосу А тең 420 алу 40. Бұл жерде біз бірінші теңдікті шығарып аламыз. 420-дан 40-тасақ 880. Бұл жерде теңдеуіміз шықты. Енді А тең жаңалдегі шыққан 880-нен аламыз 450-ді. Біздің қосу амалымыз өзгереді. Енді А-ның мәні 430-ға тең болды. 450 қосу А-ның мәнін жазамыз. А-ның орнына 430 тең 920 алу 40. Енді 450-ге 430-ды қоссақ 880, 920-дан 40-тасақ 880. Екіншісі, Y бөлу 6 тең 63 бөлу 7. Бұл жерде біз теңдіктік шығарып аламыз. Y бөлінген 6 тең 63 бөлу 7. 63-ті 7-ге бөлсек 9. Енді бізде Y-тің мәнін шығарамыз.
Бұл жерде амал ауысады. 9-ды көбейтеміз 6-ға, яғни y тең 54. 54-ті y-тің орнына қоямыз. Y-тің мәні 54 бөлу 6 тең 63 бөлу 7. Яғни 54-ті 6-ға бөлсек 9, 63-ті 7-ге бөлсек 9. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Рахмет.